Жүсіпбек Аймауытов қазақ әдебиеті мен мәдениетінің шарықтында аса бай құнды әдеби мұра қалдырды. Осы жинақта жазушының Ақтілек романы мен Күнекейдің жазғы повесі еніп отыр. Аймауытовтың бұл шығармаларында сол бір аласапыран жылдардағы қазақ ауылы өмірінің шындығын, адамдар тағдырындағы өзгерістерді, ер тұрмысын, заман тынысын кеңінен суреттейді. Жинақ қалың оқырман қауымға арналған. Яғни бүгін сендер кімді, қай нені, кітапты не қылайын деп осындар, талдайын деп осындар? Яғни Жүсіпбек Аймауыттың Ақбілек романы. Роман неге негізделінген? Роман сол өткен ғасырдағы қазақ өмірі туралы және қыздың тағдыры туралы айтылады. Яғни Ақбілектің тағдыры туралы. Енді кітаптың басқа кіріспесіне бір-екі ауқымды мазмұндама беріп өтсеңдер, шолу беріп өтсеңдер. Кітап қалай басталып жатыр? Яғни бұл жерде сол кезде орыстардың қазақтар еліне кіріп келуі туралы. Алғашқы кіруі, иә? Әңгіме қай өлкеде болып жатыр? Қай өлкеде? Алтай. Алтай тауының өңіріндегі қай ел, қай мекендер, кімдер мекендеген? Наймандар мекендеген елдегі Марқакөлдің жағасында болып жатқан оқиға, е? Оқиға қалай өрбіп жатыр балалар кітапта? Яғни ол жерде су әдемі, балдай, Марқакөлдің суы сипатталады. Және ол жердегі сол суды ішкен аттардың өзінің қымызы өте балдай, ішкен адам мас болатындай болады. Яғни ерекше бір сезімге бөлінеді. Сонымен қатар табиғаты қалай суреттеді? Алтай өңірінің табиғаты қалай суреттелді? Қарасаң көз жетпейтін, Өте керемет, жасыл, өте керемет. Көз алдарында елестетіп көріңіз, Алтай өңірі қысы жазы қандай неге бөлінген? Көк желекке бөлінген. Марқакөлдің жағасында отырған қай байдың ауылы туралы әңгіме болып жатыр. Мамырбайдың ауылы. Қандай көріністе болды Мамырбайдың ауылы? Жақсы көріністе басталды. Не болып жатыр? ол жерде малайлардың жұмыс істеп жатқаны сипатталады. Қайнап жатқан тіршілік, Ал Мамырбайдың бәйбішесі туралы қандай кейіпкер, бәйбішесі туралы қалай суреттеді автор? Ол кісі маңнан басып, өздерінің малайларына сол күйізді қаққызып жатқаны суреттеледі. Сонымен қатар Мамырбай мен бәйбішенің перзенттері туралы, қай перзенті туралы әңгіме қозғалды? Ақбілек деген қызы туралы. Ол Ақбілекті қанақта қақтырмай өсіреді және бар жағдайын жасап өсіреді. Яғни байдың қызы ғой, байдың ерке қызы. Ақбілек өзі туралы не айтты? Ақбілек қай өзін тартып кедей қыздардың арасында ол жақтырмай, өзі байдың қызы болғандықтан, кедей қыздарын жақтырмай, қай көзін тартып жатқанын естіді. Қабағын шытып, яғни қабағын шытып, мен қай көзім тартып жатыр деді. Ал қыздар не жоқ? Қай көзім тартып жатыр деп сұрақ қояды. Менің сол көзім тартып жатыр. Қуанайын десем, сол көзім мені тартып жатыр дейді. Басында қуаныштан тартып жатыр ма деп айтады жанындағы құрбылары. Онан соң барып біле келе ол сол тартылғанын білмеді, сол көзі. Сол көз тартылған ол бір жаманшылықтың белгісі. Ал оң көз болса ол бір жақсылық келетіні туралы айтылады. Ал ол жамандық немен келді деп ойлайсыңдар? Сол Яғни неше атты келді? 4 атты. Келген бойда не сұрады ол аттылар? Малын сұрады, жиған жергенін сұрады. Мал, дүние, сұрады. Сол кезде Мамырбайдың отбасында қандай жағдайлар болып атты? Жаманат қабарды кім әкелді? Сол үйдің бір малай келіп, жиналыңдар, тығылыңдар деген сөзі келіп. Бұл сөзді кім айтты? Мамырбайдың өзі айтты. Мамырбайдың өзі айтты, яғни жиналыңдар, қашыңдар, тығылыңдар деп. Ал Мамырбай сол кезде қандай күйде болды? Төрден және сол жерге қайта жүріп сасқалақтап қалды. Ол енді солай келгенде жүрген кезінде орыстың бір салтаттысы келіп, Мамырбайдың мылтықпен басынан ұрады. Дүмбімен, мылтығының дүмбісімен Мамырбайды ұрады. Мамырбай шалқалай
құлады. Ал Маврбайды қалған екі орыс сүйрелеп қорасына апарып не істеп тастады? Қамап, байлап, матап тастады. Ал осы кезде үшінші орыс кімді іздеді? Ақбілекті. Іздеп жүріп кімге жолықты орыс? Не сұрады? Қызын қайда деді. Қызым жоқ деген сөзді айтты бәйбіше. Оны Ал ол кезде Мамырбайды ұрып жатқан кезде ол қызды барып апаның ішіне тығып келеді. ал бәйбішесін мылтықтың дүмбесімен ұрады және қинап сұрайды. Ол кезде де менің қызым жоқ деп айтады. Анасы бар ойы өзінің қызын кәпірлерге емес, өзінің асыраған қызын оларға бергісі келмеді. Сол Және кезде сен айтпай тұрған кезде оны қамшымен 25 рет арқасынан ұрды. Ол кезде сол орыстардың қамшының өзінде қорғасын қойған еді. Ал қыздың шешесінің жанына батқан дауысын ести алды ма қызы? Жоқ, ести алмады. Бәйбіше өзінің қолын тістелеп отырды. Себебі қиналған дауысын естіп қызы жүгіріп келерін біліп, үн-түнін шығармай, дауысын шығармай, соның орыстардың қойған соққысына шыдап үндемей жатады. Ал апамдағы қыздың жағдайы қалындай болды? Ол өзі торға түскендей сол жерде қиналып жатты. Бірақ оның қасына бір сыбдыр естіледі, аяқтың сыбдыры. Ол сол кезде сол апам қарап қалған кезде ішінде бір нәрсе қозғалып жатқан еді. Сосын ол сұрайды, ағатай, маған көмектесіңізші дейді. Сен Ақбілексің бе деп сұрақ қояды. Я мен ағатай көмек беріңізші дейді. Ол қазір келемін деп тез алып кетіп қалады. Үн-түнсіз жоқ болып кетеді. Яғни дыбыс теріс қарай бағытқа бұрылған дыбыс сол күйінше не болады? Жоғалады. Бірнеше уақыттан кейін апан маңына кімдер келді? Ал жағдай қандай болды? Қызы шығарады. Анасы үкіде ұшып келеді. Қызының шыққан үніне ұшып келеді сол кезде. Барынша қызын орыстардың қолына бермеуге, яғни оны алып қалуға тырысады. Бірақ бағында ол өз ойлайды. Яғни сол кезде бәйбіше екі орыспен алысады, бірінің үстіне бірін көрдіңдер ме балалар? Сонда бала үшін ана екі бірдей ер азаматпен төбелесіп жатыр, бала үшін, қыз үшін. Сонда бірінші орыстың үстіне екінші орысты жатқызып қойып, ана білектеп тұрып ұрып атқан кезде, үшінші орыс келіп, ананы мылтықтың дүмпуімен не істейді? Тағы да ұрады, Сол кезде Ақбілек анасына не істеуге шығады? Көмектесуге шығады, Ал бұл көмектесуі нәтижені берді ма? нәтиже Болмады. өкінішке орай Ақбілекті сол кезде олар да біліп қойды. Ақбілектің астында жатқан. Онсың орыстар алып кетуге шешім қабылдады. Яғни атқа өңгеріп, қызды не істеді? Алып кетіп бара жатқан кезде алыстан не қылды? Алсам бір аттылар шауып келді. Ал ол келе жатқан адамды орыстың үшінші адамы не істеді? Атып салды. Аттан құлаған адамның кім екенін, оның өлі ма, оның тірі ма екенін автор қалай белгілейді? Кімге салып отыр дейсіңдер? Деп ойлайсыңдар. Сөйлемнің ең соңын оқып жіберіңдерші, және кітапты ашып, Бекболаттың алдындағы тұрған ең соңғы сөйлемді біреуін оқып жіберіңдер. Так, соңғы сөйлемді. Бір-екі қарасын беріп, құда түсіп, Бекболаттың алдындағысын. 72-ші бетташ. 72-ші бетташ. Так, бер қарай. Ал. Қане осы дауысқа саламын. Дауысымыз шығарып оқимыз. Қане осыны дауысқа саламын, біз айтайық дегеннің қолдарын көтеріңдер. Біреу екеуі жоқ. Өздері сөйлескін дегендердің қол көтерді, төртеу бесеу. Өзімен көпшілік, сонымен сөз өздеріне берілетін болды. Әуелгі сөз оққа ұшқан жігіттікі дейді. Сонда кімге беріп отыр автор? Оқырманға беріп отыр ма, жоғалды оқиға желісіндегі кейіпкерлерге беріп отыр ма сөзді? Оқиға желісіне кейіпкерлерге беріп отыр, Сонда сөз кімге тиді? Бекболатқа, яғни оққа ұшқан балаға тиді, Міне, яғни бірінші бөлімді біз не істедік балалар қазір? Аяқтадық. Бұдан кейінгі Ақбілектің тағдырын арғарай Бекболат туралы
білгеннен кейін барып не істейміз, ұғамыз. Қалай ойлайсыңдар балалар? Ақбілектің тағдыры қалай болады деп ойлайсыңдар? Яғни орыс алып кеткен 3 орыстың қолынан алу Ақбілекті оңайға соға ма, жоқ әлде қиынға соға ма? Қиынға соғады, балалар. Ойлаймын, дұрыс. Жарайды балалар, міне қазір біз бір бөлімін аяқтадық. Көп рахмет сендерге, жақсы қатысқандарың үшін.